Екі сиырдың хикаясы, әңгіме, авторы Рита Аграпова, оқыған Базаркүл Қалбыр. Қызық болсын, екі сиыр туралы әңгіме айтып берейін. Бұл Нән атамыздың екі сиыр туралы әңгімесінен сәл бұрынырақ болған еді. Ол кезде ауылда тұрамыз. Үйде екі сауын сиырымыз болды. Күнде екі сиырды таңертең және кешке екі мезгіл сауып сүтін тартамын. Қаймағын май қылып, сүтінен құрт жасаймын. Сиыр дегенде аса бір сүтті де емес еді. Біреуі тіпті қашар болатын. Күнделікті дастарханымыздан табиғи сүт, қаймақ, май, тәтті сүзбе үзілмейді. Сарысуын арасында емгешемін өзім. Құртты үнемі жейтін адам жоқ. Қаладан келгендердің сөмкесіне салармын деп артылған құрт майды кейде сүзбенінде тоңазытқышқа сала саламын. Ұлымыз бен қызымыз жоғары оқу орнында оқиды. Екеуінің жылына төлейтін оқу ақысы 1 миллионға жақын болатын. Әкесі екеуміздің жылына табатын табысымыз сол шамалыма немесе содан сәл асатын шығар. Ұмытыңқырап қалыппын. Содан не керек, бір күні үйге жақын жердегі дүкені бар келіншек, «Апа, құрт бар ма? Дүкенге әкеліп қойсаңшы, бізде құрт жақсы өтеді», деді. «Бар, құрт жейтін адам жоқ, әкелейін», дедім. «Балаңыздан беріп жіберсеңіз болды ғой», деді. Сонымен күн деме, күн арама балам құртты апарады да ақшасын санап әкеледі. Әрине, базардағы баға емес, жарты бағасы. Сол бойда санап береді. Соның өзіне рахмет айтып мәз боламын. Әйтпесе өзім саудаға қырым жоқ адаммын. Сол бағаға да сатып қарқ қылмас едім. Өзім жұмыс дейтін мектебім жақтағы дүкенде жақын қайынсіңлім дүкенші еді. Бір күн жұмыстан шығып келе жатып, оны-мұны алайын деп кірсем, «Жеңеше, сиыр сауасың ғой, қаймақ әкеліп қойсайшы, қаймақ сұраушылар көп», дейді. Жақсы болды ғой, әкеліп тұрайын», дедім. Жұмысқа келе жатып ала келемін. Ақшасын сол бойда санап береді. «Қазір-ақ өтіп кетеді», деп қояды. Одан жұмыстан сүзбе сұраушылар табылды. Оларға дүкеннің бағасымен қарызға беремін. Айлық алғанда береді. Ала жағым бар деп іштей байып жүресің. Сүзбені тек беріп қана қоймаймын. Сүзбеден қазақша йогурт жасау жолымен тәтті пирогтың рецептісін айтамын. Қыздар қалжыңдап күліп, менің сүзбеме жарнама жасайды. Апайдың сүзбе алғандарға беретін бонусы бар деп. Кейбіреулері шикі сүттің сүзбесін жей алмайтынын айтып, пісіріп әкелуімді өтінеді. Ол өтінішінде орындаймын. Риза болып, рахметін айтып алады. Сөйтіп, екі сиырмен біршама бизнес жасаппын. Сонда байқағаным, Құдай берекені аз нәрсеге салады екен. Сен сол азға қанағат етіп, сол сыйды ризашылықпен қабылдағанда, басқа жағынан келетін ырыздық несібең артады екен. Кейде той, қонаққа баратын кезіміз болады. Не болмаса мұғалімдік жұмысыма байланысты тірліктер шығып қалады. Ондайда сиырды сауып алып, тоңазытқышқа салып, ертеңгі сүтті қосып тартамын. Мұндай кезде қаймақ аз шығады. Сондықтан әр мезгілдің сүтін сол сәттақ тартып алуға тырысамын. Енді ол жұмыстың кайфы бөлек қой шіркін. Құрт жасау процесі де уақыт алады. Мұғалімдіктің тынымсыз қызметі арасында соған уақыт тауып, соның өзінен рақат тауып жүретін едім. Бір күні құрт сұрап жатыр дегенге кеуіп үлгерместен беріп жіберіппін. Ол құрт дүкенге барған соң, селлофан дорбада тұрыңқырап қалса керек, көгеріп кетіпті. Содан, ойбой, мен сатып қарқ қылмаспын, қоя салайыншы дедім. Өзімде бет моншағым үзіліп сұраған соң ғана беріп жіберіп жүредім. Бірдеңе дейін десем, оның біртүрлі ақтаулы болатын сияқты. Бір-екі күннен кейін кездесіп қалған көрші келіншек, «Апа, құрт беріп жіберсеңізші», дейді. Арасында сондай қызықтар болып қалды. Біз ақша болғанда бүйтеміз, сөйтеміз деп қол қусырып отырамыз. Ал ақша бізге керек болғанда ғана келеді екен. Бала оқытып жатырмыз, ақша керек. Қолымыздағы бар екі сиырды қанағат тұтып, көп сиыр болса бүйтерем, сүйтерем, демей-ақ соны ризашылықпен барынша пайдаланып, өнімін пайдаға асырғанда, Құдай маған жерден менің өнімді алушыларды жіберіпті. Стив Джобстың «Жай ғана алға қадам бас, жолдар өздері-ақ ашылып шыға келеді» дейтіні міне осы болса керек. Алла тағала айтады екен,
Сендер маған қарай бір қадам бассаңдар, мен сендерге қарай 10 қадам жасаймын. Маған қарай жүрсеңдер, мен сендерге қарай жүгіремін деп. Мен сол кезде осы сөздердің бірін де естімеген едім. Нән атамның сөзін біреулер келеке етіп жазғанын көргенде, әлі күнге дейін әрекетіме береке кіргізген сол күндерімді ризашылықпен еске аламын. Жолға шық, жол саған өзі көрінеді. Мәуляна Руми. Міне, өздеріңізде байқап отырған боларсыздар, осымен әңгіме аяқталды. Автор айтып отырғандай, шынында да біз бір кәсіп бастау үшін бір мүмкіндік болу керек сияқты, ақшамыз көп болу керек сияқты. Сол кезде ғана кәсіпті бастауға болатындай, өзімізбен өзіміз үндемей уақытты өткізіп жүре береміз. Аз нәрседен бизнес бастауға онша мән бере бермейтініміз рас қой. Шіркін, ауылда тұрған әрбір үйдің қорасында бір сиыр, ең болмаса бір бие болып, соның өнімдерін пайдаланса ғой. Ұлдары мен қыздары қандай тамаша, мықты, күшті болып өсер еді. Ал оның артылғанын сатып, пайдасын көріп жатса, әрине құба-құп. Ризық несібе деген еңбектен келеді. Сол еңбекті ұмытпайықшы. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деп бекер айтылмаса керек. Егер сіздерге осы ой саларлық әңгіме ұнап жатса, каналға тіркеліп, лүпіл басып, комментарий жаза кетуді де ұмытпаңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Келесі кездескенше, ағайын.